Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін не білер? Ол балаға зиян ба, немесе пайдалы ма? Ол жалпы балаға не білер керек па, немесе керек емес па? Осы сұраққа жауап беретін боламын. Алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркелейік. Не білер бала рационына қосымша тағам енгізгенде қолданылатын зат. Не білердің екі түрі бар. Суретте көріп тұрғанда текстилді және силиконды сетка түрі бар. Небілерді таңдағанда осы түріне және размеріне мән беру керек. Небілер кеміруші деген мағынаны білдіреді. Сайттарда небілер балаға тағам шайнауды үйренуге көмектеседі деп көрсетеді. Бірақ сіз бұған сенбеңіз, бұл әрине маркетинг. Небілер қолданғанда бала тағамды сорады, болды. Небілер ұзақ қолданғаннан жағдайда жақ және шайнау бұлшықеттерінің функциясы бұзылады. Бұлшықет гипотониясынан баланың тілінің шығуының бұзылысына алып келеді. Шайнау мен бала тілінің шығуына байланысты туралы отдельно видео салынған болатын. Соны көріп шықсаңыздар да болады. Небілердің пайдасы туралы айта кетейін. Бұл бала тағам қабылдағанда қақалып, шақалып қалмайды. Тағам кетіп қалады деп сіз мамасы қорықпайсыз. Келесі ол мамасының жұмысын азайтады. Тағамды қолмен езіп, теріп бермейсіз және үстінде басқа жерлерінде шашпайды. Сіз жүріп, жүгіріп, тазалап әуре болмайсыз. Егер балада тісі шығып келе жатқанда, тісі шығып бастағанда керемет метод. Бала тісі шығып жатқанда бала мазасыз жылайды. Сол кезде осы небілерді берсеңіз болады. Менің кеңесім холодильникке аз уақыт қойып берсеңіз, күшті көмектеседі. Бала мазасызданған тез қояды және тістің қышуын қасып, мәз рахаттанып алады. Пайдалары керемет осы небілердің. Бірақ алайда бұған үйретіп алмау керек. Бала үйреніп кетпесін, себебі баланың тілінің шығуына, бұлшықеттерінің дамуына, оның тонусына қатты әсер етеді. Небілерге ұзақ қолданылған жүрген бала моторикасының дамуының кешігуі де болып жатады. Және бала тілінің шығуы өз жасынан кем болып жүреді. Небілерді ұзақ уақытқа беруге болмайды. Белгілі бір уақыт аралығында режим бойынша мамасы беріп отыру керек. Бұл күнделікті берілетін болмау керек. Бала прикормны бастағанда, яғни 6 айынан бастап небілерді берсе болады. Және қатты тағамдарды, жеміс-жидектің дәмін тату мақсатында және оған аллергиясы бар жоқ анықтау мақсатында осы небілерді қолданылған дұрысырақ. Балаға әртүрлі жеміс-жидектерін осы небілер арқылы дәм татқызып, оның реакциясын білген жағдайдан бастап, сол жеміс-жидектерді берсеңіз болады. Себебі жеміс-жидектің өзін берсеңіз, баланың саусақтарының моторикасын дамытасыз. Екіншіден, баланың тісін шығуына, бұлшықеттердің тонусына әсер етеді. Сонымен қатар бала оны қолмен ұстап, қандай екен, жұмсақ, қатты, мыжып, барлығын үйренетін болады. Сол кезде ғана баланың дамуына, моторикасының, сенсорлық жүйесінің дамуына сіз үлес қосасыз. Өзіңізде ойланып қараңызшы, небілермен бергенде оның барлық түсін, түрін, қандай екенін бала ұмытады. Даже саусақпен ұстай алмайды. Ал сіз жеміс-жидектердің өзін берсеңіз, ол қолмен, саусақтармен ұстай алады. Ұсақ моторикаларын дамытасыз. Және жеміс-жидектің қандай екенін ол біліп, түсініп, және миының дамуына үлес қосасыз. Сондықтан сіздерге кеңесім, небілерді аз уақыт, ал жеміс-жидектерді былай бере бастаңыз.